әңгіме айтса да айтыла кететіндей, айтылса да өзінің нәрін жоғалтпайтын шындық. Сондағы жаңағы шалипа менен көкшолақ атын тепеңдетіп, жаңағы бай қыздарының сәнін бұзып, олардың ұғымынша жанасып келген қойшыны менсінбей, мен тәкаппар, байлықпен барлыққа масаттанған бай қызы, жорға мінген бай қызы кенекеңді мұқатпақшы болып айтатын өлеңі бар ғой. Өзіңіз білесіз, мына жерде айтады. Әйгенен тойға барар сәнің бар ма, қызбенен айтысатын әнің бар ма, желігіп көкшолақпен көтерілген қолыңда мұнан басқа малың бар ма? Оның әкесінің кедей болған негесі арғатаң атаныпты жалаң аяқ, әкең байқұс ұстап жүр қазан аяқ, қойды жөңдеп бақсаңшы жалаң аяқ дейтін. Сандалмаяқ дейтін кімнің шалипаның айтатыны бар. Сонда кенекең ән тұнған, жыр тұнған жүрегінде сері жігіт жасымай қоржыннан домбырасын алып шалипа қосып көкшолақ. Өзінің кедейлігін шағынып, кедейлігіне шағынса да жағынбай, жасымай, өнерімен жаңағы тәкаппар қыздардың бетін қайтарып айтатын, көкшолағымен мұңдасып отырып айтатын осы ән шығарған. Осы көкшолақты айтып берсем. Ал енді бұл көкшолақ жеңіл желпі әзіл қалжыңнан туған бір жай арзан, құнсыз дүние емес. Оны осы күнгі орындаушыларда, орындайтын адамдарда осы жағына сақ болған дұрыс қой дейді. Бұл жылап, күліп отырып, өзінің ішіндегі басынан кешкен қайғы мұңын күліп отырып жеткізген үлкен мұңы бар, ойы бар, санасы бар, кісілікті. Сондықтан осыны орындаған кезде қашанда сол зерделілікті ұмытпай отырған абзал ғой дейді. Сол көкшолақты айтып көрейік. Ey kızlar koyşusunbay üzüngüngay, Kızsına bizdey kırgın kedip kaptı. Жамандаттыр көкшолақ, арам баттыр көкшолақ, мені құртқан көкшолақ. Sen bir baydın, ötke yürgün. Kelgen şehir mağesке kette yürgün.
Ар қойшысын бай өлеңің ай Қолдарың қойшыға да жетпей жүрген Бұлай жүрші көкшолақ, бұлай жүрші көкшолақ, жаман баққыр көкшолақ, арам баққыр көкшолақ, мені ұртқан көкшолақ, ге